Құлпынайдан заливной пирог дайындаймыз. Бұл жерде менде диаметр 24-тік форма. Бөлме температурасында майға қант салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Қаймақ саламыз және біркелкі болғанша миксерлейміз. Ұнға шымшым тұз және қопсытқыш салып, араластырып, үгілмелі қамыр дайындаймыз. Қамырымызды тегістеп жайып және формаға орналастырамыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте оңай болады. Бортиктарын дайындаймыз және мұздатқышқа бір жарты сағатқа жібереміз. Салмасын дайындаймыз. Қантқа жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Қаймақ қосамыз, біркелкі болғанша араластырамыз және ұн мен крахмал қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Формамызға құлпынайды саламыз және салмасын үстінен құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 50-55 минуттай пісіреміз. Өте дәмді пирог шығады, жасап көріңіз, ас болсын.